аспаздардың көбісі бізде ораза ұстайды. Аспазымыз егер ораза ұстаса, тамақтың дәмін қайдан тексереді дейді. Бірақ шариғат бойынша бір тәсілі бар. Ол тілдің ұшына тамақты тигізіп, дәмін көріп, оны жұтпай, қайтадан түкірсе, сол оразасы бұзылмай, соны шариғат бойынша бәрін істесе болады. Діни арнайы сырттан келген топтар бар. Солар қасақана тозақ туралы көбірек насихат айтып жатыр. Беттеріне күлкі көргенде, ішінде бұлай рахаттанатын бір сезім болады. Ораза ұстау міндетті деген нәрсені айтудың қажет жоқ деп ойлаймын. Ораза тұту оңай. Ораза ай біткеннен кейін соған лайықты оразаның сауабын сақтап қалу қиын. Ораза айында бір мезетте бүкіл зал былай толып кетуі мүмкін. Сол үшін бізде ревизия посудаға ыдыс жету керек, адам қызмет көрсететін адамдар саны болу керек. Әрдайым ораза айына бір немесе 2 ай бұрын дайындауды бастаймыз. Ауыз бекіту уақыты ең көбіне талқыла түсетін осы уақыт қой. Бұрынғы ата-бабаларымыз қалай бекітті? Құстың оянуымен бекітеді. Аяқ астындағы жатқан тас, аяқ астынан кішігірім шұңқырлар көріне бастаған уақыт алаң-қалаң дейді ғой енді. Алдында тұрған адам түрін көрінбесе де, алдында бір бейне тұрғандығы, немесе бір жануар тұрғандығы көрінетін уақыт олар таңдайтын. Өйткені қасиетті Құран кәрімде Бақара сүресінде таңғы ақ жіп пен қара жіптің ары жатылған уақыты деп келген. Ораза ұстағанымы 2011-дің жазында ұстадым. Соны бері қарай 15 жыл болды ғой. Жаздың ыстығында бастадым. Алғашқы кезде кішкене мағлұматым болмады да ораза ұстағаннан. Түкіріп жұтуға болмайды дегесін 4 күн банкіге түкіріп жүрдім ғой. Мен үшін рухани тазару, әрі денсаулыққа пайда. Мен бірталай ауруларым болды, басым ауыратын, өтім ауыратын. Қазір соның бәрі біртіндеп тазарып, жеңілдеп, содан кейін уже келесі жыл оразаны асыға күтесің. Диетология саласында да, нутрициология саласында да ашығу әдісі бар. Бұл әдіс негізгі мақсаты организмді зиянды заттардан тазарту мақсатында жүргізілетін ашығу әдісі. Біздің әжелеріміз, үлкен кісілер көбінесе талқанды сармайға шылып, болмаса қойдың майына шылып, солай жент ретінде жеген. Қазір жент дейміз. Бұл күніменге тоқ тұтқан. Себебі оның қорытылуы ұзақ уақыт болады организмде, және сіздің еңбекке қабілеттілігіңізді сақтап қалады. Жұмысты сіз атқара аласыз. Таңертең жұмыртқа қайнатылған, суға пісірілген, қуырылған мүмкін емес. Сол тағамдарды, талқан, жент сияқты тағамдарды езбе түрінде, сүт өнімдерімен, айран, қаттықтармен қабылдаған болса, таңертең ол мидың қажеттілігін толық қамтамасыз етеді. Тағамдарды халал сертификаты болмаса, біз онымен қолдана алмаймыз. Мысалға, қалай сізге айтсам, табиғи қоспа мен жануар майынан алынған қоспалар қосылса, сіз оны қандай май екенін білмейсіз ғой. Сол үшін ол күмәнді болып саналады. Ал күмәнді ол тыйымға салынады. Соус болуы мүмкін, тесталарда болуы мүмкін, ол әртүрлі соны балмұздақтардың өздері де соғанда көбінесе жатады. Еттің халал түрде кесілгені болуы керек. Шариғат бойынша бұқаны мысалға кесу үшін оның алдымен қыблаға жаққа қаратып, соны дуасын беріп, сол кезде уже кесіп бауыздау керек екен. Соны жасайтын адамдар сертификаттандырылған адам болу керек. Қолда сертификат бар, үйретілген, барлығын білетін адамдар.
негізі оразаны ермек үшін ұстауға болмайды. Егер денсаулықта қандай да бір ақауың бола тұрып ұстау, ол да күнә деп есептелінеді. Мысалы үшін ол өзіңіз қастандық қылған бірдей. Қазіргі кезде енді жүкті әйелдерді ұстап жүргенін көріп жатырмыз, емізулі аналарды ұстап жүргенін көріп жатырмыз. Оразаны бұл бір сәнді әдіс болып кетті десек те болады. Ораза негізі қандай адамдарға ұстауға болмайды, қандай аурулар бар? Созылмалы холецистит бола ма, созылмалы асқазан ішек жолдарының аурулары бола ма, бауыр аурулары, өт жолдарының аурулары, сол кісілерге болмайды. Егер өршу кезеңі болатын болса, ол одан ары асқынуы мүмкін. Ораза айында ауырып қалған немесе тіс емдеу керек болса, уколын салу емдесе ораза бұзылмайды. Өйткені ол тамақ емес, азық-түлік ережесіне кірмейді. Бірақ жұтып қою, сілекеймен бірге ары қарай кету мәселесі бар. Бұл ғұламалардың келісімі бойынша күдікті деп айтылады. Өйткені көп кісілер ашылмайды деп мақұлдаған, емделуге болады деп, денсаулық бірінші кезекте тұрады, емделуге болады деп айтқан. Кейбір ғұламалар ашылып кетуі ықтималдығы бар деген. Ол бізде де кездескен жағдай. Біз өзіміз мүмкін болғанша кешкі кестеге дәрігерге арнайы өтініш жасап, намазда жүрген стоматолог дәрігерлер бар, тіс дәрігерлер, соларға кешкі кестеге жазылып, солай емделеміз. Ал басқа да емделу жолдары бар, мына ішкі УЗИ-ға түсу, жаңағы зонд жұту секілді асқазан. Ол жерде шариғатпен бекітілген нәрсе, сол жұтатын зондтың басына май, крем, қосымша нәрсе жақса, ол оразаны бұзады. Өйткені ол тікелей асқазанға жетеді. Аз мөлшерде болса да асқазанға қорек түскен болып саналады. Рамазан айы негізінде мейрамханалар үшін өте күрделі ай болып саналады. Неліктен десеңіздер, егер күндіз адам саны 80-90%-ға азайса, кешкісін ондан 100% есе көбейеді ол. Ең маңыздысы жаңағы қызмет көрсету сапасын көрсету ғой. Оны барлығы бір уақытта адам саны көбейіп, солардың барлығына көңіл бөліп, жаңағы заказдарын жасап, уақытылы шығару, ол біраз қиындықшылық алып келеді, бірақ сонда да біз өз қызметімізді жақсылап көрсетіп, соны жасап отырмыз. Akşam namazının farzını okumak, gözümde birden Allah tarafına. Allahu Ekber. Ал намаздың атын ақшам деп қоюның өзі шам жағатын уақыт. Аяқтың астына бір ине түсіп қалса көзге көрінбейді. Ұсақ түйек бір зат жатса көрінбейтін уақытты біз ақшам уақыты деп айтамыз. Жақпасаң аяқтың асты толық көрінбейді деген сөз. Шам жағатын уақыт келді деген сөз. Енді қазіргі кестеде кейде бізді өзіміз сәл әттең ай деп қаламыз. Кейде біз жауапты мамандарға айтамыз, неге бұлай уақытты қойып жатырсыңдар деп. Өйткені ақшам намазы кірген кезде әлі айналаңдағы түгел заттар көрініп тұрды. Elhamdülillah. Судың дәмінің ораза кезінде өзгеруі, ол адамның өзінің психологиялық тұрғыда деп ойлаймын. Мен өзі діни тұрғыда бұны басқаша түсіндіреді. Негізі бұл жәннат суы дейді, бұлақ суы дейді, періштелер қосып кетеді дейді. Медициналық тұрғыдан айтсақ, біздің организмімізге күніне 1,5-2 литр су түсу керек. Жаз айларында одан да көп түсу керек. Тәулік бойы ішпеген суымызды біз сол кезде ауызашар кезінде ішетіндіктен ол бізге өте тәтті болып көрінеді, дәмді болып көрінеді. Ол жаңағы біздің асқазан ішек жолдарымыздың барлығын, оны мұздай су емес, жылы суды, үй температурасындағы суды қабылдаған кезде, асқазан ішек жолынан жүрген кезде, барлық күніменгі ешқандай тамақ жүрмей тұрған кезде, сол жаңағы демалып тұрған органдардың барын шырышты қабатын тазалап, бұлай сылып өтеді. Соның ішінде біздің организм суды өзінікі деп қабылдайды. Бірінші, суды қабылдағаннан кейін, барып 5-10 минуттан кейін тағамды қабылдап бастауымыз керек. Асығыс қабылдауға болмайды. Көбінде міне адамның өз организмі пәленбай проценті судан тұрады ғой. Сондықтан кішкене суды көбірек ішуге тырысасың аузыңды ашқаннан кейін. Содан кейін түнгі ұйқың дұрыс болу үшін кішкене жеңілдеп, аса майлы емес, аса қатты тойып ішпейсің. Мына ошандай сондай нәрселерді ішуге тырысасың да,
кешкіге. Таңға уже кішкене тойымды тамақ ішесің. Бір калорийный дейді ғой, мысалы үшін тары, талқан, жен, сондай тамақтарды ішсеңіз кішкене асқазанға да көп нагрузка болмайды, кейін ұзақ уақытқа дейін қарныңыз аша қоймайды. Құрмамен сумен аузыңызды ашып, бір нәрсе қорытуымыз керек, сол үшін сорпалар өте көп сұранысқа ие болады. Адамдарымыз бәрін сорпаларды ішіп, сол ішкеннен кейін барып намаздарын қылып, одан кейін келіп основной тамаққа заказ береді. Основной тамаққа біздің дөнер еттері, кебаптар болады. Олар өте жаңағы адам денесі жаңағы пайдалы және энергия көп беретін тамақтар ғой өзі. Бір айтатын нәрсе, ауыз ашар кезінде арасын бөлшектеп жеген жақсы. Және ұзақ шайнап отырған жақсы. Себебі сөлдің бөлінуі күніменгі тынышталып тұрған өт қалтаның өт бөліну процесін ол төмендетеді. Сосын кешке қарай бізде зат алмасу процесі бәсеңдейді басқа уақытқа қарағанда. Сондықтан біз бөлшектеп тамақтануымыз керек. Және мен күнімен жемедім ғой деп 2 еселеп, 3 еселеп жеуге болмайды. Ол асқазанның тоқтық сезімін берген кезінде тоқтату қажет. Жеміс-жидек міндетті түрде болу керек. Кешкі жатар алдынан айран, шұбат, қымыз сияқты өнімдер, сүт өнімдері біздің организмімізге түсу керек. Мына ауыз шаю мәселесі, тіс пастасын қолдану мәселесі өте жиі сұралады. Кейбір кісілер жаңағы ораза бұзылады деп жатады, кейбір кісілер бұзылмайды деп жатады. Бұған енді ғұламаларды негізі құптамайды. Ең дұрыс ережесі ауыз бекіту кестесіндегі уақытқа таяған кезде шай тамағын ішіп болып, аузын зубный пастамен, жаңағы тіс пастасымен шайқап, содан кейін жаңағы дастарханда отырып, соңғы жаңағы суын ішіп, батасын жасаған ең абзалы осы. Мектеп жасындағы балдарға ұстатпаған дұрыс. Себебі олардың оқу программалары қазір өте қиын, пәндері де өте көп. Сондықтан балдардың жүктемесін көбейген сайын оған қажеттілік темірге деген, иотқа деген, селенге деген, мырышқа деген, нәруыз, май, көмірсу, қажетті витамин дәрумендердің барлығына негізі қажеттілік оларда жоғары болады. Ересек адамдарға қарағанда жоғары болады. Себебі олар көп жоғалтады оны. Как диетолог, как 3 баланың анасы ретінде балдарға, мектеп жасындағы балдарға ораза ұстау міндетті деген нәрсені айтудың қажет жоқ деп ойлаймын. Меніңше біздің мектеп жасындағы балалардың оразаға құлшынуы ол қалыпты жағдай. Өйткені интернет, жан-жақты әлеуметтік ақпарат, елдерінің жаппай мешітке баруы, мешіттегі жаңағы жұма күндері сыймай намаз оқып жатуы, сосын ортада, жиындарда дін туралы, Құдай туралы көбірек уағыз насихат айтылып жатқанның әсері деп қабылдауымыз керек. Екінші бір әсері кейде дін танушы мамандар немесе имам ұстаздар тозақ туралы көбірек уағыз айтып жібереді. Оны қоса кететініміз діни арнайы сырттан келген топтар бар. Қазақтың іріткісін, қазақтың алауыздығын қалайтын. Солар қасақана тозақ туралы көбірек насихат айтып жатыр. Алла тағаланың жазалаушы екендігін, Алла тағаланың тозаққа салып қалай өртейтіндігі. Соны естіген балалар үрейленеді, қорқады, тозаққа кетіп қалмайын деген ниетпен ол оразаны ерте бастап кетіп жатады. Ал енді жәннат туралы көбірек сүйіншілеп жатады, ол да әсер етеді. Сол кезде кәмелет жасына толған немесе толмаған балалар, мектеп жасындағы балалар намазға, оразаға құлшынып, талпынып жатса, біз оған өзімде енді мұсылман отбасында өстік, менің әкем имам болды. Мен оған қарсы емеспін. Мектепке зияны тиетін болса, оқуға. Қазір ата-ана мен жетекшілер байланыста ғой. Солар келісіп отырып, баланың қаншалықты ораза тұтуға бейім тоқтатқан дұрыс па, әлде жалғастырған дұрыс па, келісіп жасаған дұрыс. Темекі тартатын адамдар ораза ұстайды. Ораза ұстағанда содан арылсам екен дейді. Себебі ол жаңағы темекіні оларға жаман әдет ретінде үйреніп кеткен организм өзін өзі тоқтата алмайды. Өзіне еркі, өзіне жетпейді. Темекі шеккені үшін оразасын бұзды деп ауыз ашқаннан кейін кінәламаймыз.
Бұл болашақта жыл өте келе бірінші жыл, екінші жыл, үшінші жылда тыйылатын дүниелер. Өйткені біздің тәжірибемізде өте көп, кейбір кісілер басында солай бастайды, уақыт өте келе сол әдеттердің бәрінен тыйылған достарымыз өте көп. Күніне 10 сигарет, 10 дана темекі шегетін болса, ол тек жиілігін азайта алады. Ол да бірақ организм үшін пайдалы. Суменен аузын ашқаннан кейін бір 10-15 минуттан кейін барып, елде тамақтанып, жеңіл желпі тамақ жеп, или салат жеп дегендей, аузын ашып алғаннан кейін үлкен тамақтың алдынан шексе болады. Намазы түгел, дінге берілген кісілер, олардың көңілінде әттең-ай ораза ұстай алмадым деген қаяу болады. Фидия ақысы деген діни басқармада бекітілген. Енді биылғы 2025 жыл фидия ақысы 3520 теңге деп бекіткен екен. Бұл енді бір рет тойып тамақ жейтін мөлшер. Сонымен өйткені мүлдем ораза ұстай алмайтын кісілерге ауыз аштырып, көңілінен ораза тұтпадым деген күдікті сейіліп, Алланың алдында таза болып саналады. Тамаққа ғана, суға, мына ішіп-жемге ғана ораза емес. Сіз тіліңізге де, көзіңізге де, құлағыңызға да ораза болады. Жаман сөз естімеуге, өсек аяң тыңдамауға тырысасыз, жаманды көрмеуге тырысасыз. Ең бастысы ғайбат өсек айтпауға тырысасыз. Ол уже оразаның өзі несі рухани жағынан. Сосын кейін білім аласыз. Бір ай ораза ұстадық, бір ай сөзімізді реттедік, бір ай ойымызды реттедік, ішіп-жемімізді реттедік, жанымызды тазаладық. Енді 3 күн айттан кейін бұрынғы қалпына түсіп қалған кейбір адамдарды көреміз, әттең-ай деп қаламыз. Сол тазаруды толық түсінбеген. Біздің қоғамда бұл қалыпты жағдай болуы мүмкін. Неге десеңіз, біз ол адамдарға ораза тұтпа деп айтпаймыз. Өйткені мұсылман болу әсте-әсте деген бір сөз қалыптасып келе жатыр. Ол әсте-әсте үйреніп келе жатқан адам деп қабылдаймыз. Кейбір ұстаздарымыз былай да келтіреді. Қажылыққа барған оңай, ең қиыны қажылықтан келгеннен кейін сол сауапты ұстап жүру. Мешітке намазға бару оңай, ең қиыны намаздан шыққаннан кейін намаздың сауабын сақтап жүру қиын. Сол секілді ораза тұту оңай, ораза ай біткеннен кейін соған лайықты оразаның сауабын сақтап қалу қиын деген. Достар, отбасылар, коллегалар барлығы жиналып, ауыз біргізіп, барлығы беттеріне күлкі көргенде, жаңағы ішінде былай рахаттанатын бір сезім болады. Аурасы жаңағы атмосфера бәрі өзгереді, спокойствие. Такое, знаете, радость и только хорошее впечатление.